Так, құрметті оқушылар, біз бүгінгі тақырыпты тағы да бір пысықтап алуымыз керек. Себебі бұл реакцияны теңестіру өте маңызды қадамдардың бірі. Так, жарайды. Енді қараңыз, бұл жерде бірнеше мысалды сіздермен бірге қарастыратын боламыз. Мында екі түрлі тапсырма берген де, біріншісі қарапайым, екіншісі күрделірек. Енді бұл жерде не дейді? Бұл жерде реакцияның барлығы аяқталынған реакциялар, біз оларды тек қана неменен коэффициент қою арқылы ғана теңестіреміз. Коэффициент қою. Яғни формуланы құрастырған тек қана коэффициент қою керек. Яғни ең бірінші міне реагенттер мен өнімдерді атомдардан санын салыстырамыз. Мысалы үшін литийді қараңыз. Литий неше? Реагентте алынғанда біреуде, шыққанда 2 литий бар. Оттегі не? Оттегі алынғанда 2, шыққанда 1. Сондықтан балалар біз бірден осы оттектен бастаймыз. Яғни оттекті қараңыз, оттекті алдына мынақа 2 қоямыз, міне алдына қоямыз. Мына ортаға ондай қойылмайды, себебі литий 2O бұл бір молекула. Сондықтан біз молекуланың алдына қоямыз коэффициентті. Алдына қойдық. Қараңыздар, оттек міне саны 1, көбейтетін болса 2 оттегі. 2 оттегі болды. Ал литийдің саны неше? Міне 2-ге 2 көбейтіледі, сонда оның не? 4 литий. Саны 4 еді. Яғни өнімде осынша атомдар бар екен. Ал енді бастаққа келетін болсақ, міне оттектің саны 2, яғни оттек пен оттек тең. Міне оттек пен оттек тең. Ал бірақ литий саны тең емес, себебі шыққанда 4 литий бар, ал бастапқыда ода литийдің саны 1. Сондықтан біз оның алдына неше қоямыз? 4 қоямыз. Сонда атом сандары теңесті. Массамен тексеруге болады. 4 литий, яғни 4 көбейтілген 7, мысалы үшін ол неше? 28, қосамыз 32-ні, сонда неше болады? 60 бола ма? 60 болады. Өнімді санайық. Так, 14 қосылған. Неге 14? 2 көбейтілген 7, это 14. 14 қосылған 16. Ол 30, алдындағы 2 бар, 2-ні көбейтетін болсақ, 30-ға теңше болады, 60 болады. Яғни, зат массасын сақталу заңы сақталып отыр, реагенттер мен өнімдердің массалары тең. Демек, біз дұрыс теңестірдік. Екіншісіне қараңыздар, барий 1, барий өнімде де. Оттегі 2, бірақ мынақта шыққанда 1. Сондықтан біз алдына қоямыз. Ешқашанда төменге мына жерге сан қоя алмайсыңдар, себебі біз бірінші тарауда өттік те, ешқандай яғы валенттілік бойынша, олардың тотал дәрежелер бойынша ол жерге индекс не қылмайды екен, түспейді екен. Сондықтан біз тек қана алдына коэффициент қоя аламыз. 2 оттегі болды міне. Санасаңыздар, оттегінің саны 2 болды. Оттек теңесті. Бірақ барийдің саны артып кетті. 2 барий, мынақта 1. Сондықтан алдына 2 қоясыңдар. Так, алюминий 2O3 деген өнім алынған, алюминий оттегі реакцияға түскен кезде, оттегі 2, мынақта 3. Әр қашанда тақ санды жұпқа айналдырамыз. 3-ті жұпқа айналдыру үшін оны тек қана 2 көбейтесіздер. 2-ке 3 көбейтсеңіз 6 болады. 6 оттегі. Мынақта неше оттегі? 2 оттегі, алдына 3 қоямыз. Сонда неше? Оттектің де саны 6 болды. Бірақ алюминий 4 болды. 2 көбейтілген 2 бұл 4. Мынақа неше қоямын? 4 қоямын. Сонда теңесті. Егер массаларын санап көретін болсаңдар, 4 алюминий 27-ні 4-ке көбейтесін. Мынақта оттегі 16, бірақ 32, 32-ні 3-ке көбейтесін. Так, 96 ма? 96-ні 27-ні 4-ке көбейтсінші болады. Так, 51, 54, 108 ба? 108. 204 бола ма сонда? 96, 4, 204 болады. Так, мынақта неше? 27, так, 54, 48, 102, 102-ні көтсең 204. Яғни, екеуінде массалары тең. Біз дұрыс теңестірдік. Так, келесі. Мына жерде қарасаңыздар, күрделірек алынған. Яғни бұл жерде не? Литий сумен әрекеттескен кезде литий OH, яғни сутегі шыққан. Енді санаймыз. Өнімде мында сутегі бар, мында сутегі бар. Әр түрлі молекуладағы бірдей атомдар олар қосылады. Сонда жалпы саны неше? 3H бар бұл жерде. 3H, яғни 3 сутегі бар. Демек, біз не қыламыз? Тақты әрқашан жұптаймыз. 3-ті бұл жерде таққа айналдыру үшін мына жерге 2 қоям. Осы жерге 2 қоям, давайте мен қызылдарынан сіздерге түсінікті болсын. 2 қоям. Қараңыз, сан неше? Мынақта 2 сутегі, мынақта 2 сутегі, жалпы неше болды? 4 сутегі болды.
төрт сутегі болды. Так, оттектің саны нешеу? Мына жақта біреу, мына жақта екеу, көбейтсек 2. Демек оттектің саны 2 болды. Мына жақта бір оттегі, 2 сутегі бар. Егер мен алдына 2 қоятын болсам, коэффициентті, онда оттектің саны нешеу болады? 2 болады. Оттек пен оттек теңеседі. Сутектің саны нешеу болады? 2-ге көтерсем 4 болады. Мына жақта 4 теңеседі. Так, литийдің саны 2, мына жақта біреу, алдына 2 қоямын, сонда реакция не қылады екен? Теңеседі екен. Реакция не қылды? Міне теңесті. Келесі мысалды қараймыз. Мырыш пен су реакцияға түскен кезде міне газ күйінде дейді. Демек не? Температураның қасында жүрді деген сөз бұл реакция. Так, мырыш біреу, сутегі 2, мына жақта 2, оттегі біреу, мына жақта біреу. Яғни барлық атомдар саны тең. Массасын санап көреміз. Міне мырыш 65-ке тең, су 18-ге тең. 18-ге 65-ті қосатын болсақ, 75 83 па? 83. Мына жақта 83. Мына жақта неше? 65-ке 16-ны қосамыз. Так, ол неше болады? 65, 75, 80. Так, 65, 65-ке 6-ны қоссаң, так, 81. Оған мына 2-ні қоссақ, 83 болады. 2-ні қосамыз, сонда 83. Яғни массалар саны екі жақта да бірдей. Так, келесі, яғни біз ешқандай коэффициент қоймадық, реакция не? Тең екен. Сондықтан тең болатын болса, атом сандары, массалар тең болатын болса, біз ол жерге ешқандай коэффициент қоюдың қажеті жоқ, оны қоймаймыз. Жарай ма? Так, қоймаймыз. Так, жақсы. Мүмкін біреулер былай теңестіру мүмкін, балалар бір өте маңызды нәрсе, былай теңестіру мүмкін, айталық барлық жерге 2 қойып шығатын, не? Мынаған 2 қояды, мынаған 2 қояды, сутек 4 болды деп, мына жаққа 2 қояды, мырыш 2 болды деп, мына жаққа 2 қояды. Қазір барлығы тең, бірақ бұл екілердің бәрі қысқарады ғой. Солай емес пе? Барлығы бірдей саны қысқарады, нешеге қысқарады, 2-ге қысқарады, барлығы бір қалады. Сондықтан осындай жерден мұқият болу керек. Так, келесі, купрум біреу, мына жақта біреу, оттегі мында 2, мына жақта біреу. Сондықтан алдына 2 қоямыз. Сонда купрумда 2 болып кетті, оның алдына 2 қоямыз. Так, келесі, барий біреу, мына жақта біреу. Мына жақша тек мына 2-үне қатысты. Так, қараңыздар, сутек нешеу? Мына жақта 2 сутек бар, мына жақта 2 сутек бар, жалпы 4 сутегі. 4 сутегі. Ал мына жақта сутектің саны нешеу? 2. Оттек нешеу? Мына жақта 1, мына жақта 2, сыртында 2 бар. Демек оттектің саны нешеу? 2 оттегі. 2 оттегі бар екен. Так, мына жақта оттектің саны 1. Демек алдына 2 қоятын болсам, 2-ге 1 көбейтіледі, оттек теңеседі. 2-ге 2-ні көбейтемін, сутек теңеседі. Демек, мына жерде қазір бір жерге коэффициент қою арқылы бүкіл жаңағы атомдар саны екі жақта да тең болды. Түсінікті балалар? Міне осылай индекс емес, кәдімгі молекулалардың алдына коэффициенттер қою арқылы біз оларды теңестіреміз. Балалар, ұмытпаңыз, формула барлығы дайын тұрған кезде біз коэффициент қою арқылы ғана теңестіретін боламыз оларды.